Семей көпсалалы колледжі информатика пәнінің оқытушысы Ақанова Еркежан Талғатқызы. Кітапхана ісіндегі ақпараттық технологиялар пәні кітапхана ісі 31 тобы, сабақтың тақырыбы ақпараттық технологиялар жұмысымен танысу. Ақпараттық құзыреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты білім алушыларды ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану, білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз қызметтеріне еркін тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру. Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғам негізгі талабы оқушыларға ақпаратты білім негіздерін беру, логикалық ойлау, құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру және оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болу, өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни ақпараттық қоғамға бейімдеу. Ақпараттық технология қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, тасымалдау қызметтерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны. Акт құралдары дегеніміз микропроцессорлық және акт негізінде қызмет атқаратын ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың орын жасауға сақтау мен өңдеу, оларды жан-жақты таратушы, одан алды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық, аппараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. Актқа жататындар: электрондық есептеу машинасы, дербес компьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және графикалық ақпараттың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпараттарды бақылайтын құралдар мен құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, жергілікті желілер, әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс құралдары. Оқытудың ақпараттық, коммуникативтік және интерактивтік технологиялар бағыттары: А. Электронды оқулықтар, телекоммуникациялық технологиялар, Б. Мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар, В. Қашықтықтан оқыту, яғни басқару, интернет. Ақпараттық технология деген нақты техникалық және бағдарламалық құралдардың жиынтығы. Оның көмегімен біз өмірімізбен қызметтік барлық салаларында түрлі ақпараттарды өңдеу амалдарын орындай аламыз. Ақпараттық технологияны басқаша компьютерлік технология немесе қолданбалы информатика деп те атаймыз. Ақпараттық технологиялардың түрлері: информатикада еңбек құралы ретінде есептегіш техниканың ақпараттық және бағдарламалық құралдары қолданылады, ал шикізат ретінде ақпарат тасымалдағыштар мен деректердің құрылымдары пайдаланылады. Яғни ақпараттық технология дегеніміз ақпараттық процесс, оның нәтижесінде ақпараттық өнім жасалады. Одан кейін коммуникациялық технологиялар, ақпараттық процесс, мұның нәтижесінде ақпаратты тасымалдау мен алмасу жүзеге асады. Мысалы, электрондық құжат айналымы, деректер қоры технологиялары, коммуникациялық технологиялар, бағдарламалау технологиялары, компьютерлік графика технологиялар және тағы басқа ақпараттық технологиялар қолданысқа жүреді. Ақпараттық технологиялар мәліметтерді басқару жүйесі, редакциялау құралдары және телекоммуникациялық құралдары болып бөлінеді. Ал мәліметтерді басқару жүйесі, мәліметтер қоймасы, электрондық кестелер болып екі түрге бөлінеді. Ал редакциялау құралдары мәтіндік редакторлар, яғни процессор, және де графикалық редакторлар болып бөлінеді. Ал соңғы телекоммуникациялық құралдар электрондық
почта және телеконференциялар болып екіге бөлінеді. Яғни осы мәліметтер қоймасы, электрондық кестелер, мәтіндік редакторлар, графикалық редакторлар, электронды почта, телеконференциялар ақпаратты көрсетудің гипермәтіндік және де гипермедиалық жүйелері болып табылады. Яғни ақпараттық технологиялар осындай жүйелермен бөлінеді. Акт құралдары мультимедиалық, интернет кеңістігі, интерактивті тақта, электронды оқулық болып бөлінеді. Яғни сіздер көріп отырғанымыздай, осы құралдар арқылы біз ақпараттық технологиялар арқылы жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабағымыз осындай. Бөліп назар аударғандарыңызға көптен көп рахмет.